Ассалаумағалейкум, менің сүйікті де сүйкімді подписчиктерім, сіздермен бірге мен Рио. Бүгінгі видеода біз кереметтей видео түсіретін боламыз. Ол не видео десеңіздер, мен сіздерге конкретно оның сутін, бірден основасын айтып кетейін. Бұл видеода біз проверка на честность деген видео түсіретін боламыз. Ол не десеңіздер, короче, любой бір рандомны адамды кіргізіп аламыз комнатаға. Комната ашып парольны алып тастап, любой бір адам кірген кезде біз оған комната ойнағыларын келе ма дейміз. Олар я десе, онда 100 алмазға ойнаймыз. Егерде кім ұтылған адам 100 алмаз салмайтын болса, онда ол таза чорт. Ал егерде ол адам менен ұтылып 100 алмазын салып беретін болса, мен оған ол ақшасын қайтарып және бір ваучер салып беретін боламын. Ал видеоны созып қайтеміз. Бірден қызықты, прям сочный, мощный жеріне бірден өткізіп жіберейік. Видеоны обязательно лайк басып тіркеліп отырайық. Так что автордың еңбегін бағалау. Короче, балдарға комната ойнағыларын келе ма деп жазамыз. Олар қазір я десе, онда ішінен біреуін таңдап аламыз. Біз оған уәдесін алып аламыз. Прям 100 алмазға точно бересің ба, бермейсің ба? Егер ол комнатаны қатты ойнағысы келіп баратса, мен ойнайын деп айтады. Ал міне уже 100 алмазға кім ойнайды деп жазып қойдым. Кім ұтылады, сол 100 алмаз салады деп. Маған уже олд Альбина деген бала запрос жасап отыр екен. Еще қазақ екен, қазақ болған маған тіпті жақсы. Әне давай деп атқан көріп тұрсыздар. Сосын мен оған қазір ойнайсың ба Альбина деп жазам, кәне дейтінін көреміз. Ал енді салып бермесе де салса да маған бәрібір, маған оның 100 алмазына келіп кетер пайда жоқ. По-любому өзіне сол ақшаны қайтарам. Я дейді міне. Ал енді құдайдың атымен енді салып берем деп айтшы дейміз. Енді не дейміз? Точно салып беру керек қой бізге, чтобы видео андай қызықты болу үшін. Білмеймін, енді мынандай Аллах деп тұрып, міне Аллах деп айтты. Бітті, енді осы Алла деп айтып тұрып, білмеймін, салмай қойса айта алмадым адамның қандай екенін, оның қандай қасиетсіз екенін. Білмеймін, көреміз, короче. Йо-майо, 4 раунд қана қойып қойыппын да. Бірақ 2 комната бар ғой, я. 2 комната жасаламыз керек болса. Несі, 13 раунд қылым деген. Стенка алуды ұмытып кетіппін. Видео бар ма? Ой, бұл бәрін алуды ұмытып кеттім мен. Қой, құрсын зоғанда өле салайын бірінші раунд, ә? Болмаса атса өрейін. Болмаса қалай ойнайтынын көрейік. Опа, 100 қададық басына. Опа! USP мен алыстанысың ға. Анда жосқа етін бала сияқты ғой, чөт. Үстіне жосқа емге бапты. Аты кім? Олд Альбина дейді. О, Альбина примерно қызының аты сияқты ғой. Или Альбинаның өзі ме екен десе. О, Фрайдей сәлем десе. Қызың ойнап жүр ғой деп. Ал, көп сөз боқ сөз, иә? Жақындап барайық, құршты өлтіріп сап жүрер. О, молодец, чөтіна. Негіз маған 100 алмаз салып беретін сияқты, если ұтылса. Или мен кім екемді білем екен бұл. Атым, пайде атым бөлек, білмейді деген үміттемін. Сәл ләгәт етіп өдірген, ләгәт етіп. Хару! Оу, міне. Міне жақсы қадап отыр. Чөті, мен салып беретін сияқты ғой 100 алмазды. 100 алмазды алып алайық еркекше. Опа, о, но апасына. Опа, но апасына болды жаңа, молодец. Ой, хорош. Жақсы ойнады мына бала. Ай, асып кетті. Вообще менде оттяж кетпей жатыр. Еще пинг. Еще ашық ойнайды екен мына бала. Пинг қой менде, ёшкин крот. Неге пинг менде? Менде пинг еще дым ұшпай жатыр. Ай, хорош, жосып кетті, мынау жосып кетті. Натуре өлтірген жоқ па әлде? Серьезно? Хорош, еба! Еба, лучший просто. Наған мен ше өзім бір ваучер салып беремін. Если ұтылса жай, то есть 100 алмаз салып берсе ше, мен ұтылсам. Еба, лучший просто. Лучший просто мені өлтірген жоқ. Значит, әлі таңғалып тұрым. Мен 100 алмаз үшін ойлап ем андай. Жаман грязно ойнайма деп ше.
Лучший просто, еба. Арзан мен балаға. Арзан просто, ема. Лучший она бала просто. Ал, келесі раундқа да келіп жеттік. Бірден бастай береміз. Ой, хорош. Ха-ха. Білдім осы кәлер жіберетінін ше. Ой, хорош. Ей, білбем ататын. Мені мокомен қарап тұрген ғой. Жақсы сонда. Лучший. Пингте қатып атыр бір жағынан. О, бәленің бәрі өтір ғой. Бірақ өлтірмегендер заводын бірақ. Айта береді дейсің. Молодец. Адамгершілігі мол бала екен. Альбина красавчик. Или қызсың ба, бірақ енді қыздар дәл бұндай ойнай алады деп айтамадым. Ой. Хи-хи-хи-хи. Білбем. Қайсы сезетін. Өзім енді ашық ойнап атқанымды көріп тұрған шығарсыңдар. Енді абибат етеміз, енді теласынан не болса да. Ренжімейсіз деген үміттеміз. Енді видео үшін ұту керек қой, бізге видео үшін ұту керек қой. Ай, хорош, бірақ лучший екен. Енді көреміз. Әрі қарай адамгершілігін көреміз енді. Неде бар шығар, шақырып алайын. Дауысымды өзгертуім керек, дауысымды өзгертуім. Алло. Алло? Альбина, привет. Алло? Естіп ба? Хорош, ана жерде атпағаның арза болдың саған. Молодец. Альбина? Есімің кім? Номер, ай, хорош. Ща. Каспий ғой да? На. Қазір чекнем по телефону. Я, осы картаға. Лучший ема, просто арза болдым жаңа. Нөмір болғанда, номер дегеннің қасында карта тұрмай ма, сол карта дегенге жазып бересің. Каспийда. Түсіндің ғой да? Сосын шығып бітпеш сразу. Салғаннан кейін шығып бітпеш. Окей. В общем, осы кеткеннен мол кетті ғой, короче. Лақтырып кетті тазасын айтқан кезде. Көп адамға сене беруге болмайды екен. Сап берем дегенмен, өтірік екен. Өзі еще құдайдың атымен ант беріп қойды. Енді көреміз енді. Тәуекел, соның жүзалмазына қарап қалған жоқпыз. Осымен біздің видеомыз бітті. Қош, сау болыңыздар. Мені 5 подписки 81% адам көреді екен. Ол дегеніміз нені білдіреді? 5 подпискиді азайту үшін былай жасайды. Жай ғана осы видеоның астына түсіп, подписаться деген кнопканы басып, қасында тұрған колокольчикті басып, және все деген батырманы бассаңыз болды. Рио, бұл оп-оңай десеңіздер, әрине оп-оңай. Алайда көп адам осын істеуге ерінеді. Ал сен ерінбейсің деген үміттемін.